Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай 10 жылдан астам уақыт сырты жуылмаған, майы қатып қалған сковородканы бір ғана заттың көмегімен 5 минуттың ішінде тап-таза етіп шығаратын боламыз. Бұл сковородканы пайдаланбағанымызға біраз жылдан астам уақыт болды. Осыны тауып алып, енді тап-таза қылып шығарамыз. Одан соң біздің сковородкаларымыз осындай өте аппақ болып шығатын болады. Ыдысымызды осылай тап-таза етіп шығаратын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген лайфхактармен, осындай түрлі әдістермен бөлісіп отыратын боламын. Сковородкамыздың осындай ұстайтын жерін алып тастаймыз, себебі қазір бізге жууға өте оңай әрі ыңғайлы болады. Сондықтан ең алдымен осындай заттың көмегімен ұстайтын жерін алып тастадым. Осымен біздің ыдысымыз жуылуға дайын тұр. Мен ең алдымен 10 литр суды жақсылап қайнатып алдым. Оттың астын қатты қойып, одан соң бір кесе толы соды қостым. Одан кейін осындай 100 граммдық ыдыста тұратын канцелярский клейді қостым. Екеуін жақсылап араластырып, осы судың ішінде табаны 3 сағаттан астам уақыт қайнаттым. Бірақ бұл әдіс маған нәтижесін берген жоқ. Өздеріңіз көріп отырғандай сырты кете қойған жоқ. Мен бұл жерде бар күшімді салып, осыны пышақтың көмегімен қырып жатырмын. Мен бұл әдісті орыс ападан көрген болатынмын, бірақ бұл маған ешқандай да өз нәтижесін берген жоқ. Барлығына күш жұмсап, осылайша қырдым, бар кеткені осы болды. Ішін көріп тұрғандарыңызда ешқандай да іші толығымен кеткен жоқ, ешқандай жібіген де жоқ. Одан соң мен келесі күні басқа әдісін жасайын деп көрдім. Келесі күні мен сулы салфеткаларды жақсылап күнге кептіріп алдым да, одан соң кепкен салфетканың үстінен осындай нашатырный спиртті жақсылап құйып алып, сковородкаларымның сыртына осылайша видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп жақсылап жабыстырып шықтым. Бұл нашатырный спиртті кез келген аптекада сатады. Небәрі бағасы 150-200 ғана теңге тұрады. Мен бұл жерде нашатырный спирттің барлығын осылайша құйып, жан-жағына салфеткаларымды жабыстырып шықтым. Осы екінші әдістің маған көмегі өте жақсы тиді. Сіздерге бірінші әдіспен жасап көруге кеңес бермеймін. Ол тек қана енді басталып келе жатқан майларды ғана кетіреді екен. Бұл сияқты 10 жылдап тұрған майларды мүлдем кетіре алмайды екен. Осылай целлофанға салдым да, нашатырный спирттің барлығын үстінен құйып жібердім. Ыдысында қалған жоқ. Одан соң 2-3 осылай қаптап сыртынан целлофанмен ораймыз. Себебі оның иісі сыртқа шықпау керек. Және осы буында жақсылап 24 сағат бойы тұру керек болады. Менің ыдысым 24 сағат бойы тұрды. Осы күні кешке жасап, келесі күні кешке ішін ашып, тазалап жуып алдым. Кемі 24 сағат бойы осылайша целлофанның бетін ашпай қоя тұрасыздар. Егер одан аз уақыт тұратын болса, бізге бұл әдіс ешқандай да әсер етпеуі мүмкін. 24 сағаттан кейін ыдысымды целлофаннан алып, сыртындағы салфеткалардың барлығын алып тастадым. Міне өздеріңіз көріп отырғандай сырты жібіп қалған кәдімгі осы пышақтың ұшы тисе болды, өздігінен түсіп кетіп жатыр. Бұған ешқандай да күш жұмсап, ешқандай да қырып отырудың қажеті жоқ. Міне пышақпен осылай түсіріп жіберсеңіздер, сырты кете бастайды. Бұған сіздер ұзақ уақытта жұмсамайсыздар. Менің сковородкам көріп тұрғандарыңыздай көк түсті болды. Оның көк түсін кетіруге ұзақ уақыт кетті. Химикаттың көмегімен көк түсін кетіріп, сковородканы аппақ етіп шығардым. Ішкі бөлігі де жаңағы өздеріңіз көрген кезде өте қатты болып пышақпен қырған кезде кетпей тұрған еді. Осы жасаған әдістен кейін пышақтың ұшы тисе болды. Ішкі бөлігі де, сыртқы бөлігі де өздеріңіз көріп тұрғандай өте әдемі, өте жақсы кетті. Егер сіздердің ыдыстарыңыз бұдан да қатты қатқан май болатын болса, онда нашатырный спиртті көбірек пайдаланып қоссаңыздар болады.
Міне осылай бір ғана заттың көмегімен және аз ғана уақыттың ішінде ыдысымызды тап-таза етіп шығарып пайдалана берсек болады достар. Мен осы әдісті сіздермен де бөлісуді жөн көрдім. Осы әдіспен сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де өз нәтижесін беретініне сенімдімін. Және достар, менің арнамда қазандардың, мантаваркалардың сыртын қалай тазалау керектігі туралы тағы да видео бар. Оны осы экранның үстін басып көре аласыздар. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Егер сіздерге видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген осындай пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын.